Сәлеметсің бе, балақай? Бүгінгі біздің сабағымыз Наурыз мерекесіне арналмақ. Күн мен түннің теңелетін, барлық тіршілік атаулыға жан бітетін көктемнің ең бір жақсы мерекелерінің бірі жыл басы Наурыз мерекесі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Наурыз келді деп аталады. Өзің суретте байқап отырғандай, Наурыз мерекесінде біз өзіміздің ұлттық киіз үйімізді тігіп, әртүрлі ойындар ойнап, сонымен қатар Наурыз көжемізді пісіріп апаларымыз, жақсы бір мерекені тойлайды екенбіз. Ал сабағымызды бастамас бұрын біз сендермен міне Наурыз туралы біраз біліп алдық. Ал енді кәне осы Наурыз мерекесіне арнайы дайындалған киіз үйді қалай дайындайды екен? Мен сендерге мына жерде өлең жолдарын дайындап қойдым. Кәне өлең жолдарымен біз киіз үйдің құрылысын біріктіріп, құрастырып, киіз үйді құрастырып шығайық. Керегені біз жазамыз, шаңырақты көтеріп, уық болып иілеміз, дайын болды үйіміз. Уық болып иілеміз, дайын болды үйіміз. Көктем келді, Наурыз келді, күн шуағын төгеді. Жаңбыр жауса, жел соқса да, қорықпаймыз өзіміз. Жаңбыр жауса, жел соқса да, қорықпаймыз өзіміз. Міне балақай, біз сенімен өлең айту арқылы міне қазақ үйдің құрылысымен таныстық, киіз үйдің. Киіз үйді бірінші керегені құрастырады екен, одан кейін шаңырақты көтереді екен, екінші суретте көріп отырғандай, үшінші суретте көріп отырғандай, оқтарды шаңырақпен, керегемен біріктіріп, сөйтіп дайын болған үйімізге әдемі киіздерді жауып, әртүрлі оюлармен ұлттық нақышта киіз үйді сәндейді екен. Ал енді міне өзің көріп отырғандай өте бір әдемі сурет, жаңағы көктемнің келгенін, тіршілік атаулыға жан біткенін, құстардың сайрағанын, күн шуағының төгілгенін, бір керемет бір жаңбырдың жауғанын, соның барлығы осы көктемнің әдемі Наурыз мерекесінде болады екен. Енді осы Наурыз мерекесінде өздерің білетіндей, әжелеріміз көже пісіреді екен, Міне өздерің байқағандай, Наурыз мерекесінде әртүрлі дәмдерді сала отырып, әжеміз көже пісіреді. Оған міне Наурыз көжеге асылған ет, сорпаға қайнаған әбден піскен ет, оған інжу арпасы, бөктірілген бидай, күріш, барлығын салып, әбден қайнатып алады да, оған қатықты езіп, айран екеуін араластырып, құйып, сөйтіп бүкіл көрші қолаңмен, туған туысқандармен барлығымыз Наурыз көжені ішіп, мәз майрам болады екенбіз, Ал енді келесі бізде әртүрлі ұлттық ойындар ойналады екен. Қараңдаршы, алтыбақан ойыны, қыз қуу ойыны, көкпар тартыс ойыны, арқан тартыс ойыны, аударыспақ, теңге ілу дейді. Көрдің бе балақай? Осындай біздің ұлттық ойындарымыз бар екен. Ал енді сол ұлттық ойындарды аттарымен сәйкестендіріп көрейік, Ал теңге ілу дейді, аударыспақ, қыз қуу, арқан тартыс, көкпар, алтыбақан. Міне балақай, сен ұлттық ойындардың әрқайсысын өзінің атауларымен сәйкестендір алдың.
Сен де осыларды есіңе сақтап, жаттап ал. Өйткені бұлар өзіміздің ұлтымызды насихаттайтын, ұлттың ең бір белгілі бір жақсы ойындарының бірі екен. Ал балақай, мына суретке қарашы, назар аударшы. Біз бағана киіз үйді құрастырдық, Енді осы екі киіз үй тұр, Соған анықтап, мұқият қарады да, екеуінің айырмашылығын тауып, маған жазып жіберсең болады. Ал енді біраз айырмашылығын тауып көрейік бірге, Міне, бірінші суретте Атайдың бас киімі қандай екен? Дұрыс айтасың, көк түсті. Ал екінші суретте Атайдың бас киімі ақ түсті екен. Тағы да қандай айырмашылық көріп тұрсың? Жарайсың, сен өте қырақ екенсің. Бірінші суретте киіз үйдің үстінде құс ұшып бара жатыр, Ал екінші суретте ол құс жоқ екен. Кәне балақай, тағы тауып көрші. Дұрыс айтасың. Бірінші суретте киіз үйде жасыл жолақ бар екен, шаңырақтың төбесінде, Ал екінші суретте жасыл жолақ жоқ екен. Дұрыс балақай. Қалғанын өзің тауып, маған жазып жібер. Ал енді саған бүгінгі үй тапсырмамыз наурыз келді деген бағана сабақтың басында айтып кеткен өлеңімізді жаттап алып, маған айтып беру. Кәне, екеуміз бір рет қайталайық, содан кейін сен жаттап, маған айтып бере ғой. Керегені біз жазамыз, шаңырақты көтеріп, уық болып иілеміз, дайын болды үйіміз. Уық болып иілеміз, дайын болды үйіміз. Көктем келді, наурыз келді, күн шуағын төгеді. Жаңбыр жауса, жел соқса да, қорықпаймыз өзіміз. Жаңбыр жауса, жел соқса да, қорықпаймыз өзіміз. Міне тамаша. Балақай, сен осылай менімен бірге тамаша айтты деп ойлаймын. Осы өлең жолдарын жаттап, үйде ата-анаңмен, мектепте достарыңмен бірге айтып жүр. Енді осымен сабағымызды аяқтайық. Келесі сабақта кездескенше балақай. Сау бол.